You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss, I guess they never miss, huh? Біз қазір қиын қыстау кезеңден өтіп жатырмыз. Сіздерден көмек сұраймыз. Сіздер үйде болыңыздар. Кобой! Мамочка! И ваша собственная жизнь. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Видно, как мужчины пытаются проникнуть в город, несмотря на объявленный карантин. А чё бежали? Бежал, а чё догоняли? Помогите нам, пожалуйста, оставайтесь дома. Не толпитесь в аптеках и магазинах, соблюдайте дистанцию. Помогите нам и себе. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Коронавирус, нет, нет, нет. Коронавирус, нет, нет, нет. Таразда карантин жарияланды. Барлық автокөліктің және адамдардың қала аумағына кіріп шығуына тыйым салынды. Ал қаланың ішінде және жеке көліктер мен тұрғындар бұрынғыда емін-еркін жүре алмайды. Ассалаумағалейкум, сіздермен Бәке Басеке. Ассалаумағалейкум, сіздермен Бәке Басеке. Бүгінгі талқылайтын тақырып карантинде үйде жатып не істеуге болады? Ең бастысы достар, сабырлы болыңыздар. Папа, уняешь? 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 Достар, екінші кеңесіміз үйде жалғыз өздеріңіз қалып қалмаңыздар. Не істеп тұрсың ей, жүрсіңші? Үшінші кеңес, өнерлеріңізді іште ұстамаңыздар. Шет жүрсем сағынарым, жабықсан табынарым, анашым бір өзіңсің. Ешкім түсірмейтін сияқты. Не дейсіз? Не дейсіз? Жабылды! Дегенмен достар, бұл карантиннің жақсы да жерлері бар. Төртінші кеңес, үйде іштеріңіз пысса, мынандай фильм түсіруге болады. Бесінші кеңес, карантинда 3 адамнан артық жиналмаңыздар. Все будет нормально, ни о чем не бе... Шаром слезай с камня, или ты сам знаешь! Вон! Ни о чем не беспокойтесь. Осы ойлаймда карантин бітсе мынандай жағдай болатын шығар. Карантин аяқталды.
Бәке, Ау, карантин бітсе, самолетке билет таппай қалатын сияқтысың ғой. зайчик болсаң да тауып алатын сияқтысың. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Дегенмен құрметті отандастар, біздің еліміз бұдан да қиыншылықтардан бастан өткізген. Ең бастысы сабырлы болып, үйде отырыңыздар. Выпусктың соңында айтатынымыз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Вот люди некоторые вышли с фонариками, светят из окон. Свистят, кричат.